Біз мығдары саны аз миллетіміз. Бізге парчаланғанымыз сайтын біз жойтыламыз. Бір политик лозунгы болмақ мүмкін, екінші политик лозунгы болмақ мүмкін, үшіншісі болмақ мүмкін. Егер де о лозунглар, о чақырулар миллетті жүмлемек үшін чақырылмаса, олар зарар лозунглар, олар зарар адымлар. Біздің мұсылманлығымыз Қырым татар мұсылманлығы. Çünkü әрбір мұсылманлықтың өзінің шересі бар, өзінің бір тек направлениесі бар. Bu demek 1000 yıllardan beri, 100 yıllardan beri түзіліп келген мұсылманлық Қырымда. Мұнда түзілгенбіз, миллет болып, диніміздің өзінің форматын мұнда түздік біз. Оның үшін Киевте болсын, başka yerde болсын, біздің уммадан, біздің иманымыздан, динімізден айырылып етілген адымларға қол тұтмақ, бұл ақылдан дүгіл, бұл ақылсыздықтан. Миллетіміздің келешегі қызым, мен әрдайым бұны айтаман. Бұл әрдайым байрақ көтеруден байлеті ол. Миллетіміздің келешегі ақыл идрағымыздың толықлығынан. Мен бұны әрдайым айтаман. Оның үшін yaşlarımız bizim üniversitede olsun, başka üniversitelerde olsunlar. En büyük mesele akıl idrakını doldurmak gerekmiz. Biz akıldan, внутренним своим миром, своим содержанием biz konkurent olmak gerekmiz şimdiki mütehassıslarga. Onsuz biz hem devletlik üstünde, hem bayraklık üstünde, hem din üstünde, hem umma üstünde laflarımız hepsi olar doğrusunu aytқанда boş laflar. Onun için bugün menin en esası fikrim ondan ibaret. Milletimizge kıyın günlerde bizim ummamız, bizim muftiyatımız milletin toplamak için büyük iş yaptı. Mufti İbrahim Mufti'mizin takatı, idraki ona çalıştı. Millet ona şandı. Bizim ummanın aldında toplandı. Şimdi onu parçalamak gerekmiyor. Büyük politikler olsalar da millet gönlünde işlerinde olsa onu parçalap çıkılmaz topegi. Onu cümlep çıkar.